Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге супер адай достар. Бүгін біздер деген өзімнің алдында ол басқа серверді ғой. Бұл жолы өзімнің және Бекзат, Лепбай, Нұрболат, Байжан деген секілді достарыммен бірге ашқан серверім. Бұл сервердің аты Атлант Қазақстан достар. Міне общем сіздер серверге загрузка толтырып бүйтіп кірген кезде дәл осы жақтан шығасыздар достар. Міне вокзалдан шығасыздар. Міне вокзалдың сырты маппинг осындай достар. Мына жақта өйстіп тұрады достар. Бізде достар мына жақта кодымыз осындай болып тұрады. Супер адайс сағат ақша хп және де Атлант деп қасқырма сондай бірдеңенің суреті тұрады достар. Және де спидометр бізде ол ерекше емес, кәдімгідей бүкіл сервердегідей спидометр сондай. Және де достар міне бізде деген осындай Лада Гранда деген көлік бар. Бұл серверді сіздер деген достар ешқандай серверден көрмеді деп ойлаймын. Көрген шығарсыздар, бірақ ода мынандай фарлары басқаша болады және де мынандай поворотник жамбауы мүмкін достар. Міне общем достар, мен бүгін осы таныстыратын болам. Маппингті көрдіңіздер, мына жақта бензин жағармай құятын орталық заправка, мына жақта Мансори деп жазылып тұрады достар. Сіздер енді бұған кішкене кейбіреулер дұрыс болмай жатады достар, мән бермеңіздер. Кейін алдағы уақыттарда алла қаласа достар біздер деген жөндейтін боламыз. Мына жақта автосалон маппингті қараңыздар. Атлант Қазақстан деген жазулар бар. Автосалон Атлант Қазақстан деп тұрады. Достар, мен енді сіздер бұл ресурстардың бәрін өзім салдым деп өйтіп айтпай қойын. Шындықты айта салайын, мен бұл Атлант Қазақстан деген сборканы салдым. Енді достар, алдағы уақыттарда ешқандай серверге ұқсамайтындай өзгертетін боламыз. Мынаның іші жап-жап. Мына жаққа кіресіздер. Кірген кезде сіздерде Camry 40 бізде 75 Land Cruiser осындай машиналар бар. Міне BMW M560 мына лимузин салу керек енді. Және де достар, міне қараңыздар, мына 50-55-те қараңыздар. Міне тест-драйв басып көрсетейін. Міне сіздер бұны не айырмашылық бар деп тұрған шығарсыздар достар. Міне факт жағасыздар. Бұл көлікте ешқандай серверде міне мынандай несі аварийкасы, яғни поворотнигі жанбайды. Мен гарантия берем, бұны ешқандай серверден көрмеңіздер достар. Так, мынаны өшірейік. Және мынандай болып тұрады. Полицейский көлік қоны, яғни ше. Және де достар, біздің серверде лимузин Бенз осындай 221 E63 мынандай банан дейма сондай көлік. Және де 222 Майбах AMG Геленваген Брабус және серверде жоғалып кеткен Запорож көлігі бар достар. Және мына ВАЗ 2100 алды, бұған тюнинг қабылдайды, бұған тоже қабылдайды. Мынау бұл да бәрі нормально жасайды. Және ВАЗ 2114 көлігі. Осындай көліктер бар достар. Және де осындай Subaru Impreza дәл ВТК-нікінде бұрынғы айтып кететті. Және де осындай Audi R8. Достар, мына Subaru Impreza көлігіне тюнинг қабылдайды. Мына Audi R8 бұған тоже тюнинг қабылдамайды. Мына Jeep білмейді. Және Porsche Panamera деген секілді көліктер бар. Range Rover, Dodge, Nissan GT, Chevrolet Camaro, Rolls-Royce, Lamborghini Aventador, Urus, McLaren және Chiron деген достар көліктер бар. Бұлардың көбісіне поворотнигі жанып, өшін біраз тюнинг қабылдайды достар. Мына бізде деген сыртта Lada Granda деген көлігіміз тұр достар. Нөмірдіңіздер. Достар, бұл қазірше бұл көлік салонда жоқ. Енді алдағы уақыттарда салонға салатын боламыз. Бұл көлік қазір тек қана неде ғана бар, панельде ғана, админ панельде. Және де достар, бізде F1 F1 кәдімгідей, F2-де
және F3 бұл VDK-ге ұқсайды походу. Және F4 бар бізде достар, жеке не сөйлесу, және F6, F9, және де достар біздерде деген. Ал достар сіздерге мен жайында F9-ды көрсеттім. Ал міне достар бізде деген F11 карта. Картада бүкіл нәрсе жазылып тұр достар. Ал достар F11 карта мына жақта не керек барлық түрі жазылып. Автосалон, тракторасы, штрафтөлеу, бензин, казино, тюнинг, базар, такси жұмысы барлығы көрсетіліп тұр достар. Осы жақтан үшін барлығын көріп тұрсыз. Өздеріңіз серверге кіріп танысып жабықтырып отырып менімен бірге ойнаңыздар достар. Сіздерге сенім загрузка 500-600 дейіп болады. Енді соны толтырастар деп ойлаймын. Алда уақытта достар актив 10 адам кірсе серверде жарыс болады достар. Және де достар мына жақта ойламасаңыздар, кейбір жерлерде радарлар бар, бірақ олар көрінбейді. Үйлер бар достар. Мына жақта F11 картаны ашасыздар, және қазақша Ш әрпін бассаңыз үйлер көрінеді. Қазір тек қана үй бір қалада ғана бар. Алдағы уақытта 3 қалаға да салынатын болады достар. Видео ұнаса смело лайктаңыз, басқа каналға жазылыңыздар достар. Сіздерге сенім, серверге кіріп бірге ойнаңыздар.